Жаңбырдың пайдасы бар ма? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Таза ауада серуендеу адамның денсаулығына жақсы әсер тигізетіні белгілі. Ал жаңбырлы күні далаға шығу пайдалы ма? Жаңбырдың пайдасы. Жаңбырдың емдік қасиеттері ерте заманнан бері белгілі. Адамдар оны шомылу және тамақ әзірлеу үшін қолданған. Қазіргі заманда ғалымдар әйелдерге беттерін жұмсақ жаңбыр суымен жууға кеңес беруде. Өйткені ол терінің ылғалдылығын сақтайды. Күзгі жауын-шашын жақсы болса, келесі жылы мол егін болады. Құрғақшылық болған жағдайдың өзінде ол өнімділікке әсер етпейді. Жаңбыр тамшыларының дыбысы босаңсуға көмектесетін дыбыстық терапия. Жүрек тамыр ауруларынан зардап шегетін адамдарға аса пайдалы. Сонымен қатар, жаңбырдан кейін ауа тазарып, тыныс алу жеңілдейді. Ол жазда өсімдіктердің қурап қалмауына көмегін тигізеді. Сондай-ақ, жаңбырлы аймақтарда орналасқан өсімдіктер жылдам және үлкен болып өседі. Орман өрттерінің саны азаяды. Зияны. Сарапшылардың пікірінше, көптеген өнеркәсіптік кәсіпорындарының пайда болуы және автокөлік санының көбеюі жаңбыр суының бұрынғыдай пайдалы емес екендігін айтады. Индустрияландырылған аймақта өмір сүретін болсаңыз, онда жаңбыр суы қышқыл болады. Бұл жауынның астында жиі қалған жағдайда шаш түсіп, организм улануы мүмкін. Күкірт және азоттың көп мөлшерде болғандығынан, мұндай суды тұрмыста қолдану адам үшін қауіпті. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз. Денсаулығыңыз мықты болсын.